Алдыңғы бөлімде біз файлдарды басқару функцияларын қарастырдық. Файл каталогтары. Файлдарды басқару жүйесі файлдар жиынтығы арасындағы байланыс файл каталогы болып табылады. Каталогта атрибуттар орналасқан жер және тиесілі файлдар туралы ақпарат болады. Бұл ақпараттың көп бөлігі әсіресе сақтауға байланысты ақпарат операциялық жүйенің бақылауында. Каталогтың өзі бұл файлдарды басқарудың әртүрлі кіші бағдарламаларына қолжетімді файл. Каталогтағы кейбір ақпарат пайдаланушылар мен қосымшаларға қолжетімді болғанымен, бұл қолжетімділік жанама. Осылайша пайдаланушылар каталогқа тікелей қол жеткізе алмайды. Пайдаланушы тұрғысынан каталог пайдаланушылар мен қосымшаларға белгілі файлдың аттарын файлдардың өзіне көрсетеді. Осылайша каталогтағы әр жазбада файл атауы болады. Іс жүзінде барлық жүйелер әртүрлі типтегі және ұйымдастыру тәсілдеріндегі файлдармен жұмыс жасайды. Бұл ақпаратты каталог ұсынады. Әр файл туралы ақпараттың маңызды категориясы, оны дискіде сақтауға байланысты ақпарат. Оның ішінде файл өлшемімен орналасқан жері. Бірлескен жүйелерде файлдарға қол жеткізуді басқару үшін ақпарат беру өте маңызды. Әдетте файлдың бір иесі болады, ал қалған пайдаланушыларға белгілі бір қолжетімділік құқығы берілуі мүмкін. Сонымен, файлды пайдалану туралы ақпарат ағымдағы файлды басқару үшін де, онымен жұмыс істеу тарихын жазу үшін де қажет. Ақпаратты сақтау әдістері әртүрлі жүйелерде әртүрлі болады. Кейбір ақпаратты файлға қатысты тақырып жазбасында сақтауға болады. Бұл каталогтағы ақпараттың мөлшерін азайтады, нәтижесінде каталог негізгі жаққа толығымен жүктелуі мүмкін. Каталогтың қарапайым құрылымы әр файл үшін бір жазбалардың тізімі. Бұл құрылымды қарапайым сериялық файл ретінде ұсынуға болады. Онда негізгі өріс файл атауы болады. Бірақ бұл технология көп қолданушы жүйесінде де, тіпті көптеген файлдарда да, жалғыз пайдаланушыларға да жарайды. Файлдарды ортақ пайдалану. Көп қолданушы жүйесінде файлдарды пайдаланушымен бөлісу мүмкіндігі әрдайым қажет. Бұл жағдайда екі сұрақ туындайды: қол жеткізу құқықтары және бір уақытта қол жеткізуді басқару. Қол жеткізу құқықтары. Файлдық жүйе көптеген пайдаланушылар тарапынан файлға басқарылатын қол жетімділіктің икемді мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Ол белгілі бір файлға қол жеткізуді басқарудың әртүрлі нұсқаларын ұсынады. Әдетте файлға кіру құқығы пайдаланушыларға немесе пайдаланушылар тобына беріледі. Қол жеткізу құқықтарының кең ауқымы қолданылады. Бұл тізімде кейбір файлға қатысты белгілі бір пайдаланушыға берілуі мүмкін. Қол жетімділік құқықтары көрсетілген. Болмау. Пайдаланушы файлдың бар жоғын анықтай алмайды, оған қол жеткізуді айтпағанда. Мұндай шектеуді қамтамасыз ету үшін пайдаланушыға осы файлдарды пайдаланушы каталогын оқуға тыйым салу керек. Білім. Пайдаланушы файлдың бар жоғын анықтап, оның иесін орнатылады. Осыдан кейін пайдаланушы файлға қосымша кіру құқығын алу үшін иесіне жүгіне алады. Орындау. Пайдаланушы бағдарламаны жүктейді, орындай алады, бірақ файлды көшіре алмайды. Оқу. Пайдаланушы файлды кез келген мақсатта оқи алады, соның ішінде көшіреді және орындайды. Қосу. Пайдаланушы файлға деректерді көбінесе оның соңында ғана қоса алады, бірақ ол файл мазмұнын өзгерте немесе жоя алмайды. Бұл құқық әртүрлі көздерден деректерді жинау кезінде пайдалы. Жаңарту. Пайдаланушы файлға деректерді өзгерте, жоя да немесе қоса алады. Әдетте бұл файлға бастапқы жазу, толық немесе ішінара қайта жазу, деректерді толық немесе ішінара жою операцияларын қамтиды. Қорғауды өзгерту. Пайдаланушы басқа пайдаланушыға берілген кіру құқықтарын өзгерте алады. Әдетте бұл құқық тек файл иесіне тиесілі. Жою. Пайдаланушы файлды файлдық жүйеден жоя алады. Бұл құқықтарды белгілі бір иерархия ретінде қарастыруға болады. Онда бір қол жеткізу құқығына ие болу иерархияда оған дейінгі бар құқықтарға ие болады. Файлдарды орналастыру. Файлдарды орналастыру кезінде бірнеше сұрақтар туындайды. Файлды жасаған кезде максималды кеңістікті бөлу керек пе? Файлға бір немесе бірнеше үздіксіз бірліктер, немесе бірліктер түрінде орын беріледі. Мұндай бөліктің мөлшері бір блоктың бүкіл файлға дейін өзгеру мүмкін.
файлды орналастыру кезінде қандай бөлікті пайдалану керек? Файл бөліктерін есепке алу үшін деректер құрылымының немесе кестенің қандай түрі қолданылады? Мұндай кесте әдетте файлдарды орналастыру кестесі деп аталады. Алдын ала және динамикалық орналастыру. Файлды жасауды сұраған кезде, оны алдын ала орналастыру стратегиясы файлдың максималды өлшемін алдын ала біліп, талдап өтеді. Бағдарламаларды құрастыру, жиынтық деректер файлдарын алу, немесе файлды басқа жерден желі арқылы жіберу сияқты кейбір жағдайларда бұл мән сенімді түрде бағалануы мүмкін. Алайда, көптеген қосымшалар үшін мұндай бағалау қиын, тіпті мүмкін емес. Мұндай жағдайларда қолданбалы бағдарламалары пайдаланушылар мен әзірлеушілер тапсырыс берілген өлшем жеткіліксіз болған жағдайда болмас үшін бағаланатын файл өлшемін асырып жіберу керек. Мұндай стратегия дискілік кеңістікті шамадан тыс тұтынуға әкелетіні анық, және қажет болған жағдайда файлдардың бөліктері үшін орын бөлінетін динамикалық орналастыруды қолданған жөн. Қызмет ету мөлшері. Тағы бір сұрақ файлға бөлінген бөліктің мөлшеріне қатысты. Бір шекті жағдай бүкіл файлды орналастыру үшін жеткілікті үлкен бөлікті бөлу. Тағы бір шекті жағдай дискідегі кеңістіктерді бөлу бір блокта жүреді. Қызмет көрсету мөлшерін таңдағанда бір файлдың тиімділігі мен жүйенің жалпы тиімділігінің арасында келу қажет. Баламалы нұсқаларды талдау барысында келесі ойлар қарастырылады. Кеңістіктің үздіксіздігі өнімділікті арттырады. Атап айтқанда, операцияларды орындау кезінде транзакцияға бағытталған операциялық жүйеде орындалатын транзакциялар. Кішкентай бөліктердің көп болуы орналастыру туралы ақпаратты басқаруға қажетті кестелердің көлемін арттырады. Белгіленген мөлшердегі бөліктердің атауы, айнымалы ұзындықтың немесе кішігірім мөлшерінің болуы, артық үлестердің салдарынан пайдаланылмаған кеңістікті жоғалуын азайтады. Үздіксіз орналастыруға қарама-қарсы ретінде файлды тізбекте орналастыру әдісі жасалады. Әдетте орналастыру бір блоктан тұрады, әр блокта тізбектегі келесі блокқа көрсеткіші бар. Бұл файлды орналастыру кестесінде бастапқы блок пен файлдың ұзындығын көрсететін әр файл үшін тек бір элемент қажет. Келесі бөлімде файлдық жүйенің негізгі қызметтері қарастырылады.